Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді құрт әзірлейтін боламыз. Ол үшін ұйыған сүтті осылай қаймағынан ажыратып аламыз. Және де үстінен бастырып, осындай болғанша суын барлығын ағызып алатын боламыз. Міне осыдан кейін үстіне тұз салып, егер түрлі түсті болған қаласаңыздар, осындай неше түрлі красителер қоссаңыздар болады. Балаларға және дастарханға қоюға өте әдемі болып шығады. Осылай істесеңіздер, егер ешқандай қоспасы жасағыңыз келсе, осылай ақ түрінен де жасай берсеңіздер болады. Қазіргі уақытта таза құрт табу өте қиын, сондықтан осылай үйден жасап алғандарыңыз жақсы. Одан да енді барлығын осылай көрсетілген әдіспен дөңгелек, төртбұрышты болмаса өзіңіз қалаған фигурларды жасап шығасыздар. Міне жасап болғаннан кейін біздер құрттарымызды күнге кептіріп аламыз. Сол уақытта қатып өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.